Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі сізбен бөліскелі отырған тақырыбым баланы неге ұрмау керек. Себебі ұру бұл тез нәтиже бергенмен тәрбиенің құралы болып табылмайды. Көптеген кеңеске жүгініп жатырған жағдаяттардың барлығын талдай отырып, мысалға осы ұрудың салдарын көріп отырамыз. Белгілі бір кезеңдерге, жасөспірімдік кезең болсын, я болмаса есейген шақтағы болсын, барлық адамдардың проблемасын, соның этиологиясын зерттеп отырған кезеңде себептерінің бірі осы бала кездегі ұрып соғу салдары болып табылады да. Сондықтан ұру бұл деген екі салдар болады. Біріншіден физиологиялық тұрғыда тәніне нұқсан келуі мүмкін, екіншіден психологиялық салдар бар. Я бала көнбіс болады, өз-өзіне сенімсіз тұлға қалыптасады, я болмаса агрессивті, мінез құлықты бала қалыптасады. Ең біріншіден сондықтан ата-аналарға бұл сұрақты қойып жатады. Ата-аналарға арналған контент болғандықтан көріп отырсыз да, әкесі болсаңыз да, анасы болсаңыз да, ең бірінші сіз өзіңізге шешім қабылдау керексіңіз. Ұру бұл тәрбиенің жолы еместігін. Сол шешім қабылдағаннан кейін ізденіп әртүрлі жолдар бар. Қазір мен де бірнеше сізге ұсынбаларды айтамын. Сол жолдарды сіз өзіңізге өзімді ұстаймын, уәде беріңіз және өз-өзіңізді бақылаңыз. Ең бірінші қадамы осы болып табылады. Екінші қадамы сіз балаңызды зерттеңіз. Балаға қандай іс-әрекет ұнайды, баламен біріккен іс-әрекет сізге де ұнау керек, ол іс-әрекет және балаға да ұнау керек. Өйткені әрбір ата-ананың баламен өткізетін уақыты, арнаған уақыты болуы шарт қой. Ол еңбек тәрбиесі барысында бола ма да, я ол деген кәдімгі арнайы бір оқытып дамыту барысында бола ма, әлде ол сіз бір саяхаттайсыз ба? Ол деген енді алуан түрлі бар формалары, тәсілдері барлығы өзгере береді. Бастысы ол сізге де және балаға да ұнауы керек та, екі жақты қуаныш сыйлау керек деп айтамыз. Одан кейін сіз балаңыздың сүйіспеншілік тілін зерттеңіз. Оның сүйіспеншілік тілі жанасу болатын болса, оны құшақтаңыз. Қанша рет ол сізге жанасып, қасыңызға келіп жанасу тілі балада болатын болса, ол сізге сездіріп білдіріп отырады, оған ұнап отырады. Одан кейін мадақтау болатын болса, сүйіспеншілік тілі оған мадақтайтындай іс-әрекет тапсырмаларды бере отырып, оны нақты іс-әрекет үшін мадақтаңыз, яғни жетістік жағдаятына әкеліңіз. Тағы бір сізге беретін ұсынысым, төртінші ұсыным, баламен келіссөз жасап үйреніңіз. Себебі бала сізбен бірге уақыт өткізгенді қалайды. Сізге ол өзінің бір іс-әрекеттерін ұсынады. Мынаны ойнайық дейді, мына іс-әрекет жасайық, жапсырайық, мынадай тамақ пісірейік, тағы бір нәрсе көп іс-әрекеттерді ұсынуы мүмкін. Сізге мысалға кейбіреу ұнайды, кейбіреу ұнамайды, дәл сол жағдаятта сізге жағдайыңызға келмей жатады. Сол кезде бірден жоқ демей, өзіңіздің де үнемі ойластырып алдын ала, мысалға балам осындай жағдаятта менімен бірігіп уақыт өткізгісі келіп жатса, менің де уақытым сәйкес келіп жатса, мен ұсынамын деп алдын ала әзірлеп қойыңыз. Яғни бірден жоқ деп айтпай, бірінші баланың іс-әрекетімен бірге бірігіп жасауға болатын шығар. Одан кейін өзіңіздің іс-әрекетіңізді ұсынып көріңіз. Одан кейін баланың алдында әлсіздікті де мойындағаныңыз дұрыс болып табылады. Себебі одан қорықпаңыз. Бала ақыл жастан деп айтады. Бала кішкентай болса да ата-ананы тәрбиелеп отырады. Сондықтан сіз баладан үнемі ақыл кеңес сұрауға, мынаны қалай жасауға болады, кейде біліп тұрсаңыз да баланың өзінің нұсқасын тыңдау үшін де осындай сұрақтарды қойып отыруыңызға әбден болады. Одан кейін ең бір баланың маңызды тақырыптардың бірі, маңызды үйрететін тәрбиенің бірі эмоционалды интеллектісін дамыту керексіз. Сіз эмоционалды тәрбиеші болу керексіңіз. Енді бұл тақырыптың өзі де өте ауқымды тақырып. Бұған да арнайы видеоконтент жазылады. Бүгінше осы. Ең бастысы психологияда жүйелік маңызды. Барлығын бірде қатар сіз өз тәжірибеңізге енгізбесіз, бірақ біртіндеп енгізіп, оны дағдыға айналдырсаңыз, сіздің балаңызбен қарым-қатынасыңыз оңтайланып, баланың әрекеті де, мінез құлқы да дұрысталатыны сөзсіз. Сау болыңыздар, пайдаңызға жарасын. Келесі кездескенше.